Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қақтығыс және оны шешу жолдары. Бүгінгі тақырыбымызда топ туралы, қақтығыс туралы түсінік беріледі, және қақтығыстың жіктелуі, қызмет арасында қақтығыс және оның деңгейлері жайлы әңгіме болады. Тұлғаралық қақтығыстар мен оның шешу жолдары, әдістері туралы сөз болады. Сонымен бірге медициналық қызметкер мен науқастың арасында кездесетін қақтығыстар жайлы, олардың алдын алу жайлы әңгіме айтылады. Енді жалпы адам тұлға ретінде топта қалыптасады. Мысал үшін, топ деген өзі белгілі бір әрекеттер жүйесі болса, адам субъект ретінде сол топтағы қоғамдық қатынастардың жүйесіне енеді. Жалпы тұлғаның мүшесі да, мысалы бір ұжымның мүшесі, мысалға да, олар өзін солай сезінеді. Мен топтың мүшесімін. Және өзінің қызығушылықтарымен сол топтың ішінде белгілі бір нормаларды бөліседі. Және сонымен бірге белгілі бір сол ұжымның ішінде да, топтың ішінде бір міндеттерді атқара отырып, сол міндеттермен өзара теңестіріледі. Және айтады, топты қанағаттанудың қайнар бұлағы ретінде қабылдайды дейді әр мүшесі. Сосын өздеріне қатысты сол ұжымдағы іс-әрекетті реттеуші. Енді Макаренко да ұжым жайлы былай дейді: ортақ әрекетпен, ортақ мақсатпен біріккен және басқару, тәртіп, жауапкершілік органдары бар еңбекшілердің ерікті тобы дейді. Шындығында да ұжымға, сол жұмыста қызмет жасауға да ерікті түрде жиналады ғой адамдар. Неге осылардан құралған ұжым, осы топ, сол жаңағы әр мүшесі үшін, солар үшін белгілі бір жағдай жасап оларға, сөйтіп сол ұжымның өміршең болуы тұлғаның жағдайының жасалғандығында, өзінің мақсат үшін күресе алатындығында, іс-әрекетінің өзі белгілі бір жүйеге арналып орындауға мүмкіндік берілетіндігінде жатыр. Сондықтан да айтады, қоғамдық маңызды мақсаттардың дамуы жүріп жатады дейді бұл ұжымда. Өйткені ол қоғамға қажетті жұмысты атқарып жатады ұжым. Және жаңа айтқандай, тұлға өзі ұжымда атмосфералық жағдайда жұмыс жасап жатады. Белгілі бір арақатынас нормалар сақталады. Сонымен бірге ұжым ішінде әрекет қоғамдағы бар үлгілерге сәйкес жасалады. Яғни қоғамдық жат қылық жасалмайтындай жағдайда ғана ұжым өміршең болады. Енді қақтығыс дегеніміз не? Қақтығыс латынның шексу, жанжалдасу деген сөзінен шыққан. Мұны анықтама кішкене құлақ салайық. Тұлғалық немесе адамдар әрекеттесуі мен қатынасуы, олардың ойлары мен ықпалдарының бір-біріне сәйкес емес, қарама-қайшы келуі салдарынан негативті эмоциялық әсермен екі жақты да уайымға, қобалжуға әкелуін қақтығыс дейміз. Яғни екі тарап бір-біріне көзқарас сәйкес келмесе, және де олар егер де өзінің ұстанымын дұрыс дейтін болса, екі жақты, онда қақтығыс сондай ұзағырақ болып кетеді. Өйткені өзінің ұстанымынан шықпай тұр. Әрқайсысы өз ұстанымын дәлелдеп тұр. Осындай жағдайда қақтығыс орын алады. Енді қақтығыстың қандай түрлері бар? Тұлғаралық қақтығыстар бар. Тұлға және мемлекет арасындағы қақтығыстар бар. Жеке топтар арасындағы қақтығыстар бар. Мемлекет арасындағы қақтығыстар бар. Қақтығыс топтары горизонталды қақтығыс болады, бір-біріне бағынбайтын бір қатардағы қызметтестер арасында қақтығыс. Мысалға, екі мейірбике арасындағы қақтығыс. Олар бір-біріне бағынбайды, теңестірілген. Вертикал қақтығыс. Мысал үшін, мейірбике дәрігердің айтқанын кәсіби орындайды дейтін болсақ, неге осы жерде дәрігер мен мейірбике арасында кішкене қақтығыс орнайтын болса, түсінбестік, оны вертикал қақтығыс дейміз. Ал аралас түр деген сөз, осы горизонтал мен вертикал араласып кетеді. Мысал үшін, дәрігер екі мейірбикеге біреуіңіз сол бөлімшеге барып инъекция жасауыңыз керек десе, сонда бір мейірбике екінші мейірбикеге неге мен баруым керек? Өткенде бардым, сіз барыңыз. Немесе дәрігерге әңгіме айту деген сияқты осындай жұмыстар жүретін болса, неге араласып кетті қақтығыстың түрі. Енді қақтығыстардың пайда болу себептері бойынша топқа бөлінуі, еңбек үрдісіне байланысты. Жаңа айтқан сияқты, мен жасамайым, менің міндетім емес деп кететін қақтығыстар осы еңбек үрдісіне байланысты. Адамдардың бірге әрекеттесуінің психологиялық ерекшеліктеріне байланысты, симпатиялық, антипатиялық. Ол адамдардың белгілі бір ұстанымдары болады. Соған байланысты
ешқандай зиян жоқ бір адамды соны неғылмайды, жаңағыдай өзіне сәйкестендірмейді. Былай қарағанда соны көп оның әрекетін, сөзін бәрін жоққа шығарғысы келіп тұрады да, осындай жағдайлар кездеседі. Міне осында ол соны сөйлеген бәрі жүйкесіне тиіп тұратын адамдар болады. Міне осы жағдайда қақтығыс орын алуы мүмкін. Немесе жеке тұлғалық ерекшеліктермен байланысты өз эмоцияларын бақылай алмауы, ызалануы, әдепсіздігі, сондай мазасыз, тынымсыз деген сияқты жеке тұлғалар сондай көп жағдайда осы ызалануға, әдепсіздікке жол беріп алады. Бұл қақтығысты туындатады. Енді қақтығысқа әкеп соқтыратын адамның мінездік ерекшеліктері қандай? Бұл адам егер өзінің мүмкіндігі өте жоғары бағалайтын болса, немесе өте төмен бағалайтын болса, онда қақтығыс туады. Өйткені сол кезде түсінбестік орын алады. Жағдайдың мүмкіншілігіне қарамастан не болса да басымдылық жасауға тырысу. Айттым бітті деп келсе, қақтығыс орын алады. Айтулар мен принциптердің шектен тыс принципшілдігі және тікелей болуы. Міне осы қақтығысқа келеді. Яғни мен әдейі істедім, мен әдейі принципке бардым деп кететін кездерде қақтығыс орын алып кетеді. Және тұлғаның эмоционалдық қасиеттерінің болуы. Үрейленгіштік, агрессивтік, тітіркенгіштік, қыңырлық, неге болмай жатыр, неге мен сондай болдым, неге солай істемейсіз, осылай кеткен әрекеттер қақтығысқа алып келеді. Ал медициналық қызметкер мен науқас арасында да қақтығыс тууы мүмкін. Оның қандай түрлері бар? Мүмкін талас деп алсақ, мысалы үшін реалистік талас. Тыңдаңызшы, билет. Реалистік талас шындықты іздестіре келе, науқас қажетті ақпаратты тауып, өз мәліметінің жеткіліксіздігін толықтырады. Қараңыз, сонда бұл жерде науқас шындық іздеп тұр, әділеттілік іздеп тұр. Осындай таласқа медициналық қызметкер ынтамен кіріседі. Өйткені осы жердегі әділеттік іздеген науқастың әрекетіне медициналық қызметкер көмектесетін болса, ол науқас сол медициналық қызметкерге сенеді. Оның бүкіл процедурасын сеніммен қабылдайды. Ал шиеленісті талас, тыңдаймыз, шындықты іздестіруге бейімделмеген, маңыздылық шындыққа жету емес, қайтсем жеңіске жетем деген принцип ұстанады. Бұл жерде ол шындық іздеп тұрған жоқ. Тек мына жерде жеңсе болды ол. Сондықтан ол тыңдамайды да әңгімені. Ал бұл жерде осы шиеленісті, осы таласты тудырып тұрған науқас қой. Сондықтан медициналық қызметкер бұндай таласқа амал жоқтан кіріседі. Өйткені ол жерде ортасында науқас тұрғасын. Сондықтан дейді, медициналық қызметкер осындай таластың түрінің қандай екенін біліп алу керек дейді. Мысалы үшін шиеленістік талас болса дейді, оның мынандай белгілері бар дейді. Ол қарсыласын тыңдамайды, тыңдағысы да келмейді. Шындықты іздестіруде қарсыласының тұлғасын жоққа шығарып отырады дейді. Басқаны себепсіз кінәлайды және өзіне өте жоғары баға береді дейді. Сондай жағдай кездессе, ол шиеленісті талас. Онда амал жоқ, кіріседі медициналық қызметкер. Қақтығыстың қандай деңгейлері бар? Қақтығыс, яғни жайменде өршиді, сосын барып ушығып кетуі мүмкін. Егер де өзінің жаңағыдай шешімін таппаса. Бірінші деңгей шекісу. Бұндай жағдайда теріс әрекеттер орын алып жатады, бірақ қатты бір сондай зиян тигізбейді басындағы шекісуде. Екінші деңгей соқтығыс. Бұндай жағдайда дейді, адамдар бір-біріне сенбей қалады дейді. Алшақтайды дейді. Міне осындай жағдай орын алады. Ал дағдарыс бір-бірін былай қарағанда ажырап кетуі мүмкін. Немесе кейде қол жұмсап қалатындай да жағдайлар кездесіп жатады. Ал енді тұлғааралық қақтығыстарды шешудің қандай жолдары бар? Жалпыда екі тарап қақтығысқа түскен кезде, мысалға да мынандай жағдай болады. Егер де қарсыласының мындай дұрыс жағын көре білмесе де, онда ол дұрыс шешімін таппайды. Негізінде ол да әшейінен әшейін ол жерде қақтығысқа түсіп тұрған жоқ. Ол да ол таласты әшейінен әшейін өрбітіп тұрған жоқ. Оның да дәлелі бар. Соған кішкене мүмкіндік түсінуге тырысу керек та. Сондықтан конфликтіні күшпен немесе сөзбен тыныштандыру дейді. Ешқандай нәтиже бермейді, қайта үдей беру мүмкін дейді. Сондай жағдайда мынандай әрекеттер жасау керек. Қарсыласын толық айтуға мүмкіндік беру керек. Бұл кезде оның агрессиясы жоғалады. Шынымен де айтам деген барын айтып алса, ол кішкене басылады ғой. Сосын қайырымдылық көңіл білдіру. Яғни оны түсінуге тырысу. Қарсыласын түсінуге тырысу. Сосын өзінің антипатиясын қарсыласына көрсетпеу, оның ақылдылығына күмән келтірмеу. Оның көзқарасы сізге сәйкес емес шығар, ұстаным сәйкес емес шығар, бірақ енді өзінше ол тұлғаты. Осындай болған кезде оның да өзінің дәлелі бар екендігін, ол да ақылды екендігін, ақылмен мәселені қарастыра алатындығына сену керек. Сол кезде
шешіледі қақтығыс. Енді қақтығысты шешудің әдістері. Анықтамаға кішкене назар алайық. Бас тарту. Бұл әдісте адам қарсыластан кетуге тырысады, қақтығыстан кетуге тырысады. Қайшылық тудыратын жағдайларға тап болмау, кемшілік тудыратын сұрақтарды талқыға салмау. Қақтығыстан қашқысы келген адамда сөбір шу тудыратын сұрақтан өзінің басын алып қашып отырады. Осындай жағдайда қақтығыс ертерек шешіледі. Көндіру. Бұл әдістің негізінде қарсыластың белгілерін сыртқа шығармау, барлық бір мақсатқа жету үшін бір істі орындап жатқанына сендіру. Қарсыласына менің де ойлағаным сол ғой деген сияқты осы кейбір жаңағы мәселелерге де қарсыласын көндіреді. Мәселе шешілген жоқ. Сол кезде ғана тынышталды. Осындай жағдайда дейді, бұл қақтығыс кейін қайтадан өршуі мүмкін екен. Ал мәжбүрлеу деген сөзді бүйтеді. Бұл әдістің негізінде адам басқалардың көзқарасымен санаспайды, өз ойын қайткен күнде де басқаға мойындатады. Көп жағдайда қолында билік бар адамдар осы мәселені орындатады екен. Яғни алаңдатпай, уақыт оздырмай береді материалды, соны ішінде жаңағы орындаушылар ішінде кішкене қарсылық болса да амал жоқ, соған көнеді екен. Осындай мәжбүрлеу де қақтығысты тоқтатады. Ал компромисс екі жақ кейбір ойларынан бас тартып, екеуіне де тиімді ортақ шешім қабылдайды. Бұндай жағдайда дейді, екі жақтың қанағаттануы мен қақтығыстың тез шешілуіне көмектеседі дейді. Егер екі жақты қақтығыс тоқтатуға ниетті болса, онда кейбір шу тудыратын, бір-біріне зиян келтіретін сұрақтарын бас тартады, сөйтіп ортақ мақсат үшін шешім қабылдайтын болса, онда осы компромисс әдісі нағыз қақтығысты тоқтататын әдіс. Сонда проблема шешіледі. Қандай жағдайда? Бір жақтың ұтысы қамтамасыз етілгенде, яғни бір жақ жеңіліп, бір жақ жеңгенде шешіледі. Алдау арқылы жағдай, мақсатымыз бір ғой, осылай көндіруді, сол арқылы проблема шешілуі мүмкін. Сосын қақтығысқа қатысушылар екі жаққа толық ажырайды. Болды деп бір-біріне көрместей болып кетіп қалады кей жағдайда. Қақтығыс тоқтайды. Жағдайды іштей басқа көзқараспен қабылдау дейді. Яғни кейбір мәселесіне өздері бас тартады. Ойлаған сол болғанмен амал жоқтан бас тартады, қақтығысты өршітпеу үшін. Сондай жағдайда проблема шешіледі. Және ынтымақтастыққа көшу. Екеуі ортақ мақсат үшін әрекет етеміз деп келіссе, онда проблема шешіледі. Медициналық қызметкер мен науқас арасында да сонда осы қақтығыс болмас үшін не істеу керек дейді. Ол үшін медициналық қызметкерді медицина мектебінің дәстүрлік тұрғысынан тәрбиелену керек. Дәл осы кезде сіздер мысалға осы медициналық колледжде кейбір талаптарға көндіруге тура келеді. Ол мектептегі жағдай емес, жанұядағыдай емес. Бұл жерде жинақылық керек, орынмен орындау керек. Кейбір жаңағыда тапсырмалар қиындау болса да, соны меңгеру керек болады. Осы сіз өткен медицина мектебінен өтіп жатырсыз да. Ертеңгі күні жұмысқа қабылданған кезде сіздің алдыңыздан кейбір сұрақтарға жауап бере алу үшін осы медицина мектебінде дәстүрін, медициналық мектептің дәстүрін соны негізге алып тәрбиеленуіңіз керек. Сондықтан да бәрі ережеге сәйкес осы міндеттерді орындауға тырысыңыз. Сол кезде жұмыс барысында сіздерде қиналыс болмайды. Және айтылатын нәрсе, емдеу жоспарын басқа әріптестермен бірге отырып шешу. Яғни жұмыс жасаған кезде кейбір түсінбеушіліктерді әріптестеріңізбен ақылдасып отыру деген сөзді. Немесе дәрігердің айтқаны, бағана айтқандай, кәсіби орындау деген сөз. Сонымен бірге медициналық құжаттар толтырудың сапасын қадағалау. Осы медициналық құжаттар толтырғанда балалар ешқандай да ақау қате жіберуге болмайды. Ол үлкен өкінішке әкелуі мүмкін. Мысал үшін кейбір дәрі-дәрмекті беру, оның дозасы деген сияқты, солардың барлығында да барынша сақ болу керек. Жұмыс жасағанда да, немесе бір қағаздар толтырғанда да сіздер осы құжатпен жұмыста сапалылықты ұстанып отыру керек. Осы құжаттар мұқият және сауатты толтырылып дейді. Және құжаттар аурухана, емхана әкімшіліктер тарапынан үнемі бақылауда болады. Өйткені оның зардабы өте үлкен балалар, сондықтан соған сақ болу керек. Сонда біз балалар қақтығыс, компромисс деген сияқты терминдермен жұмыс жасадық. Сонымен бірге мынандай сұрақтар деңгейінде сіздер конспект жасаған кезде осы сұрақтардың жауаптары міндетті түрде ішінде болатын болсын. Конспектті сіздің осы жұмыстарыңызда, лекциямызды түгел қамтитындай дәрежеде болсын. Және дәптерлеріңізге сонымен бірге жұмыстың соңында мен бұрын білетін едім, білгім келіп жүреді, немесе білдім деген сұрақтар бойынша үй тапсырмасына осындай
жұмыстарды жасаңыздар, және міне әдебиеттер көрініп тұр, сол бойынша материалдарыңызды толықтыруға мүмкіндік бар. Сонымен балдар, жұмысымызды жалғастырамыз. Мен конференцияны қазір аяқтаймын, ал сіздер сабақтың соңына шейін өткізуге тырысыңыздар. Сіздерге сәттілік тілеймін.